сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Әбдіқалықова Әйгерім Құрманғазы қызы. Біз қалың елім қазағым қайран жұртың бөлімі бойынша Абайдың шығармашылығын одан әрі жалғастырамыз. Біздің бүгін көтеретін тақырыбымыз Абайдың қара сөздері, оның ішінде Абайдың 17-ші қара сөзі. Бүгінгі сабақтың мақсаты ақыл, қайрат, жүрек, ғылымның адам өмірінде алатын орнын, адамның жан дүниесін түсінуге, өз бойларында осы қасиеттер болуы үшін күресе білуге шақыру. Қара сөз ғылым, философия, дін туралы қара сөзбен жазылған еңбек. Абайдың 1890-1898 жылдар аралығында жазылған 45 қара сөзі бар. Қара сөз арабтың ғақлия деген сөзімен мәндес келеді. Ғақлия көркем сөз, дана сөз, асыл сөз дегенді білдіреді. Абайдың қара сөздері алғаш рет 1948 жылы Семей қаласында Абай журналында жарық көрді. Абай қара сөзін 45 жасында жазған болатын. Абай өзінің қара сөз жазудағы мақсатын бірінші қара сөзінде ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ деген болатын. Абайдың қара сөздерін тақырып жағынан бірнеше топқа бөліп қарастыруымызға болады. Дүниенің тылсым сырларын тану, надандық, жалқаулық, адам бойындағы басқа да тағы басқа жаман қасиеттерді сынау, ғылым, білім, өнер, қазақтардың мінез құлқы, қазақ мақалдары, еңбек, ар, ұят, адамгершілік тақырыптары Абайдың қара сөздерінде көтерілген. Абайдың 17-ші қара сөзінде қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі адам үшін өздерінің атқаратын жұмыстарын айта келіп, әрқайсысы өзін бірінші орынға қойып таласады да ғылымға, төрелікке жүгінеді. Абайдың 17-ші қара сөзі ғылым, ақыл, қайрат, жүректің айтысына құрылған. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі адам үшін өздерінің атқаратын қызметтерін айта келіп, әрқайсысы өзін маңызды санап, ғылымға, төрелікке жүгінеді. Ғылым үшеуінің де жақсы жаман қасиеттерін жете саралап, әділ сынайды. Осы үшеуің басыңды қос, оның ішінде жүрекке билет деп үкім шығарады. Егер үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтаймын дейді оларға ғылым. Демек, Абай жүректі, яғни адамның адамгершілігін, оның жүрегіндегі әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық сияқты ұлы қасиеттерді бірінші орынға қояды. Ғылым бойынша да, Абайша да ең идеал нәрсе осы үшеуінің бірлігі. Осы үшеуі бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам сол дейді ұлы ойшыл. Абайдың бұл қара сөзі оның ғылым, ақыл, жүрек туралы өлеңдеріндегі ойлармен астарласып келеді. Мәселен, әуелде бір суық мұз, ақыл зерек атты өлеңімен 17-ші қара сөзі мағыналас. Ақын өлеңді айтқан пікірін қара сөзде дамытып аша түседі. Жүректің маңызы жөніндегі ойы 14-ші қара сөзімен астасып жатыр. Демек, 17-ші қара сөзінің мазмұны ақыл мен қайратты біріктіріп жүрекке билету. Мақсаты өсиет, ғибрат қалдыру. Түрі өсиет, пікірталас. Кейіпкерлері ғылым, қайрат, ақыл, жүрек. Мәселесі адамды қалпыңды таза сақтау. Осымен біздің бүгінгі Абайдың 17-ші қара сөзге арналған сабағымыз аяқталды. Құрметті білім алушылар, қара сөз мазмұнын оқулықтан оқып бірге меңгеруге шақырамын.